Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 10-шы сабақ. Мен қалада тұрамын. Сен ұйықтап жатқанда. Сағат түнгі 12 болып қалды. Жұрттың аяғы басылды. Яғни көшеде адамдар аз. Алдымыздағы көшемен ең соңғы трамвай өтіп бара жатыр. Вагонда 3-4 адам көрінеді. Күндізгі қаптап жүрген трамвай, троллейбус, автобустар қайда қазір? Олардың әрқайсысының арнаулы тұрағы, демалуға жайғасатын орны бар. Ол жерді автопарк деп айтады. Автобустар, троллейбус, трамвайлар сол автопаркке жиналады. Бұл жерде түні бойы ұйықтамай қызмет ететін адамдар бар. Ол адамдар бүкіл мәшинелерді таңертеңгі сапарға, жолға дайындайды. Күндіз бүлінген жерлері болса жөндейді. Іші сыртын сүртіп, еденін жуып тазалайды. Таңертең троллейбус, трамвай, автобустар тап-таза болып жарқырап шығады. Бүйірінде жедел жәрдем деген жазу бар, мәшине қақпадан шығып келеді. Әне жоғары қарай бұрылып, зырлап ала жөнелді. Мүмкін әлдебіреу аяқ астынан қатты ауырып қалған болар. Жедел жәрдем ол адамды тез арада ауруханаға жеткізеді. Онда ұзақ түнде көз ілмей, ұйықтамай, адамды ажалдан арашалап қалатын кезекші дәрігерлер бар. Қалада бірнеше жедел жәрдем стансасы бар. Оларда жұмыс күндіз түні бірдей қызу жүріп жатады. Таң. Аспан нұрға боянады. Көшелер де көріктенеді. Біздің қала оянады, оятады көліктерді. Бау-бақ бейне той алаңы, шашты сәуле ұшқындарын. Біздің қала оянады, оятады құстың бәрін. Кептер жемге тояды әлі, қоқым дәмді ептеп терді. Біздің қала оянады, оятады мектептерді. Келді міне күз бұлдана, жапырақтар желбіреді. Біздің қала оянады, оятып тұр енді мені. Оқушылар, сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Олай болса суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.